Мына есік жаба салайын я, мен прямойдамын. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Я, біз енді әдеттегідей өзінің саласының маманы, елдің алдында жүрген азаматтар, азаматшалар, үлгі беретін жандар, сондай жандармен біраз тікелей эфир жасап, күнделікті сіздер онсыз да бір керексіз ақпараттарды алып жүрсіздер ғой негізі. Болмайтын WhatsApp-қа келетін видеолар, болмайтын бір адамдардың әйтеуір өміріне қарап, қызығып, оның қасында жақсы кәсіпкерлерде мотивация алсын, ойын тыңдасын. Жалпы жетістікке жеткім келсе, жетістікке жеткен адамның ізіне қарап көр дейді. Сондай мақсатпен жасап жатырмыз. Бүгін бізде Жалғас дейтін азамат. Так, ол кісі қазір отыр ма екен? Қазір қосылу керек. Сол кісіге мен біраз сұрақтар қойым. Кіріпті. Жалғас Давлетов дейтін кәсіпкер жігітпен прямой жасаймыз. Ал. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз ба, Жалғас мырза, қалыңыз қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Қалайсыз өзіңіз? Жақсы, рахмет. Ең бірінші Алла разы болсын сізге. Алтын уақытыңызды бөліп, қазір өзі мына заманда ешкімде бос уақыт жоқ қой негізгі. Таңның атысы, кештің батысы. Соған қарамай, менің оқырмандарыма уақытыңызды бөліп, 1 сағат уақытыңызды бөліп, қыздарға жоқ демей, келісім беріп, осы эфирге келіскеніңізге Алла разы болсын деп айтқым келеді. Рахмет сізге, шақырғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымын. Жалпы бұл эфирді жасап жатқандағы мақсатымыз, Жалғас мырза, қазір мен оқырмандар, бізде енді көз қарақты оқырмандар ғой, біздікі жүрдім барым қарайтын емес, қарап отырады. Осының алдында да қаншама азаматшалармен шығып жатырмыз. Осы өзіміздің еліміздегі нағыз жетістікке жеткен, шынайы өзінің еңбегімен жетістікке жеткен жандарды етене білсін, көрермендер көрсін, сол кісіден үлгі алсын, байқасын деген үлкен ниетпен жасап отырмыз бұндай эфирлерді, иә. Енді сұрақ қойып отырсам, өзімде сізбен жақынырақ таныссам деген ниеттемін. Жалпы алғаш кәсіпкерлікке қадам қашан бастадыңыз? Қадамды қашан жасадыңыз? Және ол сәтті қадам болды ма? Енді біздің кәсіпке келуіміз, ол жаңағы ненің үйренуіміз, бизнесті жүргізуді, ол жанұялық бизнестен басталды. Жанұялық бізде құрылыс бизнесі болды. Сонымен 2006 жылдар бастадық, өзім студент кезімізде. Соны үйреніп, жұмыс алып, үйреніп, жаңағы тапсырыс берушілермен жұмыс жасап, тендерлерге қатысып, соны үйрендік. Енді ол біраз жақсы жұмыстар жасадық. Оны ол кезде маған енді көмектесетін қасында әкем болды, тағы да басқа сол команда болды. Солармен біргелікте ең алғашқы жұмыс жасауды үйрендім. Адамдармен қарым-қатынас жасауды, жұмыс жасауды. Әрі қарай өзімді дамытып отырып, сосын жаңа 2014 жылы ол кезде толықтай компанияны өзім басқарып отырдым. Сосын сауда-саттық саласына қарай бет бұрдық сол кезде. Енді мен ойлаймын, енді нағыз конкуренция, нағыз шынайы бизнес ол осы сауда-саттық нарығы деп. Себебі уже ол жерде барлығы сіздің өзіңізге тікелей байланысты. Қалай дамытасыз бизнесіңізді, қалай клиенттермен жұмыс жасайсыз деп. Енді сәтсіз болды деп айта алмаймын. Даже көңілден шықпаған кейбір күтпеген по-любому болып отырады ол заттар. Но дегенмен ол бізге өте көп бір тәжірибе берді, ізденіске түрткі болды. Осына кәсіпті дамытуға, білім алуға, кәсіби білім алуға, оны шыңдауға осындай қиындықтар түрткі болып отыр әрқашан. Сол себепті мен қай-қайсында бір сәтсіз болды деп айта алмаймын. Бірақ жаңағыдай ақша жағынан қарайтын болсақ, потерялар болды. Сауда-саттыққа құрылыс бизнесін жақсы меңгердім, бірақ сауда-саттық саласында тәжірибем болған жоқ. Бірақ мен өзімді бір жақсы кәсіпкер деп ойладым сол кезде.
Оны да жақсы алып кетем ғой деп ақша салып команда жинап осыны адамдарды орнына қойып осыны басқарып отырамын деп ойлағанмын. Кәсіпке араласпай өзім құрылысымен жүре беремін, мынау екінші бизнес болады деп. Өкінішке орай осындай қателіктер көп біздің кәсіпкерлер жіберіп жатады. Бір бизнесті толық дамытпай жатып екінші бизнесті де қатар алып жүремін деп. Біз соның зардабын шектік. Ол ойлағанымыздай болған жоқ. Салған ақшамда құрылыста жүріп тапқан ақшамызды ол сауда саттыққа салып, ол жерде біраз ақшамызды жоғалтып алғанбыз. Бірақ соның есесіне бүгінгі күнгі мына домино дүкендер желісі соның бір сол тығырықтан шығу жолының бір нәтижесі деп ойлаймын. Егер ол алдымызда болмағанда біз мына қазіргі деңгейге жетпес едік. Сол себепті ол кездегі қиындықтарды ойлаймын. Ол кезде маған үлкен қиындық болған ол. Дегенмен қазіргі кездегі біздің компаниямыздың обороты мен қазіргі мүмкіндіктерімен қарайтын болсақ, ол онда үлкен сумма емес. Яғни сол кездегі үлкен болып көрінген қиындық бүгінгі күні одан да бірнеше есе үлкен жақсы нәтижеге жеткізді деп ойлаймын. Өте жақсы. Өзіме өте бір жақсы жауап беріп отырсыз. Жалғас мырза, содан кейін қазір өзі мынандай әңгіме көп белең алып кетті ғой, енді оны өзіңіз де кәсіпкер ретінде білесіз. Мына жігіт немесе мына ханым нөлден бастаған екен, немесе кәсіпті нөлден бастаған деп кәдімгі бір айшықты айту бір үлкен модаға дейміз ба, сондай дүниеге айналып кетті ғой. Жалпы осы кәсіпті нөлден бастау мүмкін бе? Жоқ, оған міндетті түрде бір тренинг болу керек па деген өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы бұл дұрыс па бұл сөз? Қазіргі күні әбден мүмкін. Ондай қылып істеп жүрген кәсіптер де өте көп. Себебі қазіргі бүгінгі мүмкіндіктер. Енді біз өзіміз сауда саттықта соңғы 8 жылдан бері жүргеннен кейін, енді осы жағымен айтып қарайтын болсақ, тем более басқа салаларда да, например, құрылыс саласында да нөлден бастау деген көп. 4-5 жігіт келеді, қолдарына жұмыс жасау керек, бір пәтердің ремонтын алады, авансын алады да бастап кете береді. Сөйтіп қасына командасын жаңартса болады, маркетинг жасап, компания ашып, үлкен заказдарды қабылдап бастаса да болады. Ол жерде ешқандай бастау үшін ақша қажет емес. Ол жерде бірақ қабілет керек болады. Ақша болмаса қабілет керек. Бірақ қабілетте жоқ, ақша да жоқ болса, онда бірінші кәсіп бастамай тұрып, кішкене бір қабілетті меңгеріп алған дұрыс деп ойлаймын, үйреніп. Егер қабілетіңіз болса, ақша маңызды емес. Ақшасыз нөлден деген кезде, вот именно финансовый, ақша қаражат жағынан нөлден деп есептеймін, бірақ қабілет жағынан нөл емес. Енді мына кәсіп бастаған кезде, мысалы үшін, кәсіп бастағанда сізден жақсы бір мотивация беріп отырсыз. Кәсіп бастағанда біреудің тасы өрге домалып кетеді, күшті болып кетеді енді, ойламаған некесе. Ал біреудікі керісінше құлдырап жатады. Ой, бұл болмай қалды, бірдеңе ашып едім, дүкен, бутик ашып едім, болмай қалды деп жатады да, мысалы. Қандай да бір кәсіпкер ретінде кәсіпкердің сыр құпиясымен бөлісе аласыз ба? Мысалы үшін менікі осындай. Сізге не мотивация? Сізге қандай дүние, белгілі мақсат па бір оқырмандарға? Қазір Аллаға шүкір, мына Қазақстанда, елімізде де осы кәсіпкерлікке өте мықты жағдайлар бар. Өзімнің тәжірибеммен бағалауымнан айтайын сізге, біз енді домино компаниясы ыдыс-аяқпен айналысамыз. Қазіргі күнде біраз компаниялармен франшиза береміз. Біздің дүкендеріміз франшиза бойынша алып жұмыс жасаған кәсіпкерлер бар. 30-ға жуық дүкен ашылды, осы 30-дан астам дүкен ашылды, бірақ қазір жасап тұрған бір 15 дүкен бар. Біз енді басында ол франшиза қатты талап қоймадық. Кім істегісі келеді, соның бәрімен келісіп жасай бердік. Нәтижесінде ол жақсы жасап кеткендер де бар, жасай алмай қалғандар да бар. Қарап отырсаңыз, бірдей дәл сол бизнес, дәл сол тауар, дәл сол дүкен, бірақ орналасқан жер басқа жер болуы мүмкін. Бір кәсіпкер жақсы алып бастап кетеді, екінші бастай алмай жатады. Хотя барлығы дайын тұр, барлық условия бар, мына жақтан айтып отқан адамдар бар. Енді сол кезде мен бақылағаным, болмай қалғандарда қандай болды? Ол любой бизнесте, жүріп тұрған бизнесте болсын, мына 3 ай сайын бір өзгерістер болып отырады, кішкене мини кризистер болып отырады. Бағыттан тайып кетіп жатады. Бір күтпеген оқиға болып жатады, болмай қалып жатады, бәрі рет-ретімен келе жатады да, бір сәт бірдеңе болады, болмай қалады. Бұл қалыпты жағдай ретінде қабылдап үйрену керек. Егер оған қатты мән беріп, бұл үлкен проблема, мен бұны шеше алмаймын деп қорқыныш үрей басып кететін болса, өзінің сеніміне бұл сынақ деп ойлаймын. Өз кәсібіне деген сенім мықты болса, ол кез келген қиындықтан алып шығады. Сенім дейсіз ғой енді. Өзіме мен қазір доминомен қарайтын болсақ, 7 жыл кетті бізге, чтобы бір нормальный бір деңгейге жету үшін. Қазақстан деңгейінде, СНГ деңгейінде, Ресейге, Қырғызстанға жібереміз тауарлар. Қазақстан бойынша сатамыз, барлық қалаларда бармыз.
осыған жету үшін бір 7 жылдық жол болып кетті. Мгм. Бірақ осы 7 жылдағы салған қаншама күш, қаражат, басқа инвестиция, потерялар бәрін есептегенде, но бірақ уже 7 жылдан кейінгі сіздің деңгейіңіз, олардың бәрін 1 айда, 2 айда, 5 айда сразу жауып кететін деңгейге жетесіз да. Себебі біз басында бастаған тек қана Ақтауда болдық. Егер Ақтау қаласындағы бір шағын дүкеннің көлемін есептейтін болсақ, ол жерде кеткен шығындар да недерді қазіргі бүкіл масштабпен, қазіргі бүгінгі деңгей масштабпен салыстырғанда ол дымда емес. Сол кезде қиын болып көрінеді, но бірақ артынан қазір қарайтын болсақ, олардың бәрін бір айда бүкіл кеткен шығындарды жауып тастайтындай бір сондай уже масштабқа жетесіз. Бірақ ол үшін табандылық қажет. 7 жылда бізге айтпаймыз, әрқашанда бір бәрі күшті болып келді, сосын біз келе жатырмыз деп. Егер ай сайын проблема шығады, 3 ай сайын проблема шығады, карантин болып жатыр, оның бер жағында пандемияның қаншама салалар бір ашылады, бір жабылады, одан өткендегі жағдайлар барлығы бұл қалыптасқан сіздің бизнес процестеріңізді бұзып жібереді. Өте внешний фактор, сыртқы факторлардың әсері өте жоғары болды қазір. Сіз өз бағытыңызға келе жатып болмай қалып жатады. Қазір өзгерістер өте жақсы жүріп жатыр. Например, тот же сауда-саттық саласында Каспий банктың банк жүйелерінің іске қосылуы, жаңағы алыстан оплата қабылдай алу деген бұл өте керемет. Себебі біз басқа елдерге кіргіміз келген кезде осы заттар жоқ болғаннан кейін уже бізге ыңғайсыз. Каспий жоқ, ол жерде рассрочка программалар жоқ, удаленная оплата қабылдау қиын. Оны клиент обязательно дүкенге келіп, өзі жаңағы терминалға карточкасын приложить етіп оплата қабылдау керек. Бұлардың бәрі ай сайын Каспийдің жаңартып отқан жаңалықтар бізге өзіміздің бизнес процесстерімізді осыны пайдалана отырып жаңартып отырамыз. Әрқашан жаңартып отырамыз. Сол үшін мен ойлаймын, егер кәсібін дамытқысы келсе, ең бірінші ол шынайы сенім керек. Кәсіп бұл дамитынына. Егер оны сенімді қалай жетілдіруге болады? Енді сіз көріп тұрсыз ғой, бұл сала басқа жерде жүріп жатыр. Дым жақсы, например, әлемде өте көп сауда, жаңағы ыдыс-аяқ дүкені өте жақсы жүріп тұрған. Адамдарға қажет па? Қажет. Сұраныс бар ма? Бар. Значит, бұл бизнес жүреді. Бұл адамдардың қажеттілігін орындап жатыр. Қаншама біздің қазақта бүкіл іс-шаралардың бәрі дастархан айналасында өтеді. Қуанышы болсын, қайғысы болсын, кеңесі болсын, барлығы. Күнделікті отбасымен ол жерге барлығына керек. Қыз ұзату, тағы басқа ол бөлек әңгіме. Значит, бар ма? Бар. Значит, бұл жүреді. Егер менде жүрмей жатса, ол кінә менде, мен бір нәрсені түсінбей жатырмын деген сөз да. Сол үшін маған қазір қиындық келіп жатыр, ол маған сигнал беріп жатыр, сен бір істі дұрыс емес жасап жатсың. Онда қалай дұрыс жасауға болады? Онда жаңағы тәжірибелі адамдардан кеңес сұрауға болады. Сол қай жерде қандай проблема бар, сол бағытта кітап оқып, сол бизнес кітаптар өте көп, тегін кітаптар өте көп. Содан информация іздеп, не жаңартуға болады? Бір инструмент қолданасыз, екіншісін қолданасыз, үшіншісін болмаса 4, 5, 6, 7 кете береді. Қашан барлығы дұрыс жүріп кеткенге дейін. Но бірақ ол да тұрақсыз. Бір деңгейге жетесіз, 3 ай істейсіз, одан кейін тағы да жаңарту керек болады. Сол себепті ол кәсіп өрге даму үшін ол ешқандай құпия емес, бұл әрқашан өз ісіңе деген нық сенім, сосын әрекет. Потом анализ. Әрекеттерімізді анализ жасаймыз, қайсысы жақсы болды, қайсысы жақсы болған жоқ, қайсысын дамытуға болады, қалай дұрыстауға болады деген сияқты қой. Солай әрқашан осы принциппен істеніп отыратын болса, ол тоқтамайтын процесс, кете береді, кәсібіңізді әрі қарай дами береді. Әрбір қиындық бір жаңа бір мүмкіндік алып келеді. Мысалы, карантиннің уақытында бізге бір онлайн форматына шығуға өте бір күшті бір серпін болды. Кейбір жерде қаладық, осы онлайн қала берсе екен дегенде болды. Себебі біздің бәсекелестеріміз ол форматқа кірген жоқ. Көп бәсекелестер кірген жоқ. Ғана жасап тұрдық. Осының есебін тапқаннан кейін бізге өте комфортты болды осы жағдайдың осында қала бергені. Себебі біз өте жақсы сауда жасап тұрдық. Вовремя кіріп, вовремя барлығын реттеп алдық. Алғашқылардан болып кіріп кеттік осы сфераға. Маған енді өзіме де қызық болып тұрды, Жалғас мырза. Жаңа сіз айтып жатсыз, жаңағы Ақтау базарындағы бір сауда нүктесінде Қазақстанның нарықтағы лидеріне айналған Домино посуда KZ-тің даму тәжірибесімен бөлсем деп профильді жазыпсыз, өтірік айтпасам. Соны мына менің оқырмандармен бөлісе аласыз ба, егер құпия болмаса? Жоқ, құпия емес, бұл ұзақ процесс, бұл бір тоқталған бір межеде емес, бұл жол. Мен әрқашан бөлісіп отырамын өзімнің түсініктеріммен, жаңа алған инсайттармен, тәжірибелеріммен, жаңадан үйренген нәрселермен оқырмандармен бөлісіп отырамын. Мен осыны мына Домино компаниясына жасап жатырмын. Осыны мен 3 жылдан асты.
осылай егер төменнен бастап қарайтын болса көреді әр сай қай қаладан магазин ашып жатырмыз, оған қалай дайындалып жатырмыз, қандай проблемалар шығып жатыр, жұмыс қызметшілермен қандай проблема шығады, партнерлармен қандай проблема шығып жатыр, оны қалай шешіп жатырмыз, тағы қандай мен түсінген кітаптан басқадан үйренген заттарым бар, солардың барлығымен өзім оқырмандармен бөлісіп отырамын парақшада. Кешеден мына көп консультация алуға кәсіпкерлер келеді. Мына соңғы постымда да, например, өте бір пайдалы болды деп ойлаймын, себебі көп кәсіпкерлер мына қазіргі кезде сауда, біз өзіміздің анализ бойынша 70% сауда қазір мына, егер дүкендерде мына Каспи приложениесі қондырылған болса, Каспи Pay, вот мына рассрочкамен алу 12 айға 24 айға бөліп төлеу клиенттерге ыңғайлы. Қазір соны қарасақ, есесіне 70% сауда через осы Каспи приложениесі арқылы, Каспи маркетплейс арқылы сауда жүріп жатыр. И көп кәсіпкерлер өздерінің шығынын мына кіші жаңағыдай малый бизнеске қатысты айтып жатырмын. Олар сатылған тауарды сатып алған бағасы мен сатқан бағасының арасын есептейді да соны пайда көріп жатады. И кейбір көп шығындар ол ескере алмай жатады. Ол банктің алатын комиссиясы, ақшаны картадан шешетін кезде кететін комиссиялар, оның артынан салдарынан шығатын жаңағы салықтар, оның артынан беретін жаңағы жұмысшыларға төлейтін оның жаңағы пенсион, социальный страхованиесі дейді, солардың барлығын есептеген кезде біраз әжептәуір шығынға шығып кетеді. Күтпеген бір ойлап жүргеннен бір пайда тауып жүрмін деп ойлау мүмкін, бірақ бір жылдан кейін кеш түсініп жатады. 2 жылдан кейін мен осы не істеп жүрмін дейді. Күнделікті сауда жасайды, ақшасын алады, қайтадан салады, ақшаны алады, тауарға салады. Себебі сауда саттықтың бір жаман жері, сізде минуста болсаңыз да қолыңызда ақша болады. Осылай сізде минус болуы мүмкін, бірақ қолыңызда нақты ақша тұрады. Себебі бүгін сауда болды, ақша кірді. Но бірақ ол айтпайды сіздің осы айда плюс екеніңізді. Сіздің ана запас тауарларыңыздың саны азая береді, орын толмайды, ақша шығындарды жабуға кетеді. Сосын 1 жыл, 2 жылдан кейін байқап жатады, кәсіпкерлер что-то қайда кетті, не қолында ақша жоқ, жиналмаған, көбеймеген ақшасы, капиталы көбеймеген, остаток товарлар көбеймеген, бір орында тұрғандарын түсінеді. Кейбіреулер ақшасының жоғалып жатқанында кеш түсініп жатады. Себебі айлық шығындар өте көп, аренда шығыны бар, жұмысшылардың жалақысы бар, өте көп шығындар бар. Сол үшін дұрыс есептемесе осыны жіберіп алады. Себебі не үшін оны дұрыс есептей алмайды? Себебі мына конкуренция бар ғой. Сатып бастайды, бәрі ойлайды, мені біреу арзан сатып жатса, енді мен де арзан баға қоюым керек деп. И бәрі осы ценовой неден қалып қояды да. Ең бірінші этап деп ойлаймын, бұл конкуренцияда ценовой. Но бірақ сен өзіңнің жолыңды тауып, оны жаңағы басқа да қызмет түрлерімен ол баға конкуренциясына шығуға болады негізі. Дұрыс жұмыс жасауға болады, оның да методтары бар. Бірақ оны білу үшін зерттеу керек, оқу керек. Сөйтіп оны шығуға болады. Бірақ көбісі оны білмегендіктен ол бағаны түсіреді, анау өзінің қалай басында қандай маржаға ниеттеніп бастағанын ұмытып қалады. Сөйтіп күнделікті арзаздан түсіріп отырып, бағаны өстіп бәсекелестіктің салдарынан көп компаниялар жабылып қалып жатады. Минусқа кіріп жатады. Мінекей. Енді маған бір қызық болып тұрды, Жалғас мырза. Өзі саяқ деген негізінде жаңағы ауыр зат, оны жолда сынып қалу қаупі көп. Мысалы мен өзім елестетіп отырмын да қазір. Осы сауда желісін кәдімгідей жан-жаққа сет қылып шығару, осымен айналысу сізге қайдан келді бұндай ой? Енді адамда ой болады, мысалы мен киіммен айналыссам, әйелдерді киіндірсем, допустим, отандық өнім ашсам, оюлар киіп жүрсе деген сияқты. Именно саяқ ойыңызға қайдан келді? Бұл біз жаңа 2014 саудамен айналысып бастадық дейсіз. Сол кезде мен бір франшиза сатып алғанбыз. Түрік франшизасын дилер болдық. Мына үйге арналған тауарлар сататынбыз. Бірақ оны біз нарықты дұрыс зерттемегендіктен, маркетинг жасамағаннан кейін ол Астанада жүріп тұрған модельді Ақтауға апарып қоя салдық. Ол Ақтауда жүрген жоқ. Біз ары көрдік, бері көрдік, осылай жүріп, жаңағы айтқанымдай, біз бірінші өзіміз сол неге қадалып қалдық, жаңағы ловушкаға. Біз өзіміздің товарымыздың азайып кеткенін байқамадық. Күнде сауда болып жатыр, ақша түсіп жатыр, шығындар келеді, шығындарды төлесін, тауарға ақша керек, тауарға жібересің. Осылай істеп отырған 1,5 жылдан кейін қарасақ, біраз ақшамыз жоғалтып алғанын түсіндік сол жерде. Запас тауарымыз азайып кеткен, бастапқы кезден қолымызда ақша қалмаған, біраз минусқа осы кіріп кеткеніміз сол кезде түсіндік. Сол себепті жаңа сұрағыңыз қалай еді сіздің? Қайдан пайда болды осындай? Ыдыс-аяққа қалай кірдік? Біз енді анализ жасап бастаймыз ғой, товар өте көп. Дүкенімізде мебель да бар, оның ішінде жиһаз да бар, басқа қаншама сан түрлі товарлар бар. Бар ма? Астанада бар ғой да бізде? Жоқ, Астанада қазір жоқ, бұйырса алдағы уақытта болады.
сол кезде біз анализ жасадық, қай тауарды біздің желімізде дұрыс сатылып жатыр, клиенттерімізге қай тауар ұнап жатыр. Біздің ұсыныстарымыздың ішінде 25 группа товар болды бізде. Соның ішінде осы мына ыдыс аяқ бір басқалармен салыстырғанда жақсырақ болды. Біз түсіндік, халыққа значит ыдыс аяқ жағынан көмек керек, ыдыс аяқ жетілдіруіміз керек. Сосын клиенттерімізбен сөйлесіп бастадық, осыны тексеру үшін. Сізге біздің дүкенге не үшін келесіз, қандай тауарлардың болғанын қалаймыз деп клиенттермен сөйлесіп бастаған кезде олар бізге осындай құнды информацияны беріп бастады. Бізге мынандай ыдыс аяқ алып келсеңіз, осындай тауарларды алып келсеңіз деп. Сосын біз әлемді шарлап, Турцияға бардық, басқа Қытайға бардық, Ресейге бардық, Дубайға бардық, жерден осы мына клиенттеріміздің сұранысы бойынша тауарларды іздеп бастадық. Соларды жеткізушілерді, өндірушілерді іздеп бастадық. Солармен жұмыс жасау схемасын құрып бастадық. Соны қалыптастырып бастағаннан кейін біз өте бір жақсы модельге көштік. Бір қысқа уақыттың ішінде біздің дүкеніміздің саудасы өте жақсы өсті, пайда 16 есе көбейді. Осы дұрыс клиенттермен сөйлесіп, дұрыс тауар ұсынып, дұрыс бағада ұсынудың нәтижесінде. Содан кейін біз осы модельді, енді біз әрине өзіміз енді ер азамат болғаннан кейін, кәсіппен бастағаннан кейін бір өзі үлкен мақсат қойдық енді. Үлкен, енді ол Ақтаудағы ғана бір дүкен емес, бүкіл әлемдік деңгейдегі компания құру арманым болды. Сосын осыны енді масштабировать етіп бастадық. Осы бірінші Қазақстан деңгейінде, кейін уже әлемдік деңгейге шығамыз деп. Бастапқы мақсатымыз сондай болғандықтан осы мына франшиза желісін аштық. Енді оны Қазақстан бойынша қалай ашамыз? Қандай модель таңдаймыз? Барлығын өзіміз барып аша береміз бе? Оған команда жинай аламыз ба біз? Қайдан, например, өзім Ақтауда, Қостанайда болған жерім емес, мен Павлодарға барып көрмегенмін ол кезде. Ол жерлерден қалай мен дүкен ашамын? Не команда ұстай алмаймын? Ол Ақтаудың өзінде кадр табу мәселесі өте қиын. Сол себепті біз тез даму үшін біз мына франшиза форматын таңдадық. Біз өзіміз эффективный бір моделін шығардық па, енді басқаларға бөлсеміз. Олар істеп пайда тапсын. Сөйтіп бір 7 магазинде өзім ашып, көрсеттім, жүргіздім. Сол алғысы келген адамдарды сол магазиндерге администратор болып жұмысқа алдым. Олар 6 ай бойы бақылады, сауданы көрді, көздері жеткеннен кейін өздеріне сатып алып бастады дүкендерді. Сосын әрі қарай біз дамытып бастадық. Және сосын Қазақстан бойынша ашу не үшін маңызды? Себебі біз Қытайға барып зауыттармен сөйлескен кезде ол көп объем сұрайды, бір жақсы тиімді бағада алу үшін. Ол үшін, значит, біз сауда товарды распределить ету өте үлкен болу керек. Сол жағынан да бізге масштаб керек. Сол үшін осындай жан-жақтан аштық. Айтқаныңыздай сынады, ол тауарлар жолда, например, клиенттерімізге де жіберіп жатамыз. Но бірақ бәрін біз соны есептеп қарап, жаңағыдай клиенттерімізге гарантия беретін болды. Егер тауарын сынып қалса жолда, біз оны ауыстырып береміз, кепіл береміз осындай. Ол да бір үлкен жүк дейсіз ғой. Жалғас мырза, айтқаныңыз ғой, Дубайға бардық, жаңа Түркияға бардық, Қытайға барып зауыттармен келісеміз дейсіз. Енді сонда негізгі өнімі Домино Посуда KZ-тің негізгі өнімдері осы елдерден болып тұр ғой да, түсінгенім бойынша. Осы елдерден. Енді оны өзіңіз де білесіз, біздің осы Қазақстан өндіруші елге айнала алмай отырмыз да, енді ол шыны керек, енді ол қазір бір өндіруші не жоқ бізде, қылаяғы мына киімнің өзін басқа елден аламыз деген секілді. Енді жаңа өзіңіздің бір нелеріңізбен бөлісіп кеттіңіз, жалпы осы болашақта Қазақстанда ыдыс заводын ашатын ой жоқ па кейде бір, действительно осындай неге өз елімізде дейтіндей бір? Жалпы ыдыс аяқтың өндірісімен айналысатын ой бар. Бұл Қазақстанда бола ма, немесе Қытайда бола ма, ол белгісіз пока. Бұл енді қазір биліктің шешіміне байланысты. Себебі бізде ең бірінші ашу не үшін тиімсіз? Енді өндіріспен негізінен үлкен кәсіпкерлер айналысады. Ол тек қана бір жерде тұрған, бутикте отырған адам ол өндіріске кірмейді. Ол өндіріске осындай масштабны қаншалықты осына тауарды шеттен контейнерлермен әкеліп, оның жолда ұзақтығын, оның осындай көп машақаты бар екенін түсінген адам бұл производствоға кіріп бастайды. Но бірақ Қазақстан нарығында біз ыдыс аяқ сегментін алып қарайтын болсақ, еще ол өте аз. Біз осы өткен жылы бір тауарды алып келгенбіз, 5 контейнер, бар жоғы 5 контейнер. Торы да қалды, ешқайда сата алмайсыз. Нарықтың бәрі толып кетті сонымен. Нарық өте кішкентай деген сөз. Нарықтағы біздің, например, Ресейдегі клиентіміз, бір клиент 30 контейнерге дейін тапсырыс береді. Олардың обороттары, ол жерде халықтың санына байланысты осындай үлкен сұраныстары бар. Бізге 5 контейнер товар алып келсең, Қазақстан нарығы полностью толады сол товарға. Уже оны ары қарай сата алмай, біздің Ресей нарығына, Қырғызстан нарығына шығуымызға да сол себепші болды. Қазақстанға уже толып кеткеннен кейін біз әрбір қай қалаға барсаң да базарында сол товар тұр уже. Дальше уже некуда продавать. Сол үшін біз оны алдық та Ресейге қарай барып сол жақтан клиенттер іздеп бастадық. Және біздің өте Ресейге бастаған кезде көрген қиыншылықтарым документация жағынан өте қиын.
Бізге клиенттер хабарласа айтып Wildberries'тен түседі. Даже Wildberries желісінің өзінде біз тауарды салып жібереміз, ақшасы келмейді ғой, банктер арқылы счетымызға түсіп болмайды. Олар жібереді, біздің банктер қабылдай алмайды. Ақша осылай жүре береді, 1 ай жүреді, 2 ай жүреді, до сих пор уже 3-ші айға кетті, ол біз счетымызға ақшамыз түспей жатыр. Ана банктен счет ашып қарадық, мына банкке барып счет ашамыз. Одан да өздерінің транзитный счет дейді, тағы бірдеңе дейді, сол ақшалар түспейді. Осының өзі бірақ кәсіпкер үшін үлкен проблема, потому что мен тауарымды жібергеніме 3 ай болды уже. Мен запасым кетті, мен ақшамды айналдыруым керек, бірақ ақша жоқ. Олар жіберген подтверждениесін жібереді, біздің банктер қабылдай алмайды. Осындай мелкий проблема, но бірақ үлкен осы қазақстандықтарға, Ресейге өте үлкен нарық, Ресей өте керемет нарық. Жақсы жұмыс жасауға болады, но бірақ тауар жібере алмайсыз. Бір клиенттер ақша жіберді бізге, тауарын жіберуіміз керек енді. Жібере алмадық, қажет документтерін жинай алмадық. Себебі Қазақстанның өнімі, біз мебель шығарамыз, например, банкетный залдарға арналған орындықтар шығарамыз. Қазақстанда жасалады. Но бірақ оның документтерін жинап беру мүмкін емес, бюрократиясы өте қиын. Сол себепті бізге легче Қытайдан алып, Ресейге апарып тікелей сатып жіберген. Жақта дамымаған сол жақ. Иә, немесе Түркиядан алып басқа жаққа сатып жіберу. Ол намного легче. Сол жақтарынан, осы бюрократия жағынан, енді сол үшін ойлаймын, мен көп кәсіпкерлер осы отандық өнім өндіріс ашуға асықпайтын сол. Нарық кішкентай, бірақ көршілес елдерге жіберуге болар еді, но бірақ бюрократияның кесірінен оны жіберу қиын, өте қиын. Ол кішкентай кәсіпкер ғой, ол онымен айналыса ма, или өндірісімен айналыса ма, или саудасымен айналыса ма. Біз клиент табуымыз керек еще оны өндіруіміз керек, еще оны бюрократия мәселесін шешуге ол уже жасалмаған дейсіз ғой. Иә, ал Турцияға барсаңыз, қай елге болсын, қаншама көріп жатырмыз ғой. Жердің жаңағы карго компаниялар тауарын аппаратта салып жібереді, болды, ақшасын алып отыра береді. Енді мелкий бизнес, оны зачем оны қиындата берді? Зато елге қаншама ақша кіріп жатыр соның есесіне. Осындай жағдай жасаса әрине болады бізге, бірақ біз осындай ойлағаннан кейін кәсіпкер болғасын, сен бірінші өзіңнің бизнесіңді ойлайсың, әрі қарай дамуыңды ойлайсың, сол кезде ойлайсың, онда зачем осындай проблема бар кезде мына жерден өндіріс ашуға? Проблема создавать, конечно. Дәл сол брендіңмен барып Турциядан шығарасың, сол брендіңмен барып Қытайдан шығарасың, қалаған еліңе сатасың. Ешқандай ол жақта уже логистика жағынан, документация жағынан ешқандай проблема жоқ, потому что барлығы уже өтіліп кеткен ол жылдар. Кәсіпкер үшін ол бәрі шешіліп тұр. Сен тек қана клиент тап болды. Түсінікті, өте жақсы, күшті дүниелерді айшықтап беріп отырсыз негізінде. Жалғас мырза, өте жақсы бір қымдық тақырып болып отыр. Енді мен сізді зерттей келе, мынандай бір неңіз бар екен, жарқын бизнес дейді. Жарқын кәсіпкер бизнес клубы бар, айтпасам. Керемет. Оның жаңағы іргетасын қалаған өзіңіз екен. Жалпы бұны осы клубты құрғандағы қандай мақсатыңыз болды? Және бұл жұмыс өзі жақсы жұмыс алып жүріп жатыр ма? Бұл жерде клубта қалай енді жалпы? Иә, мен қазір клуб бар Астанада тоже осындай бір кәсіпкерлерді басын қоссақ деген сияқты. Мына жерде оқып. Бұл жарқын кәсіпкер клубын 2014 жылы ашқанбыз біздер. Сол кездері жұмыс жасап келе жатыр. 100-ден астам мүшелері бар. Өте нәтижелері де өте керемет. 1000 есе өскен кәсіпкерлеріміз бар. Сол жерде жүріп. Мақсаты бұл кәсіпкерлердің жеке дамуын қалыптастыру. Енді біз өзім осы жаңағы біраз ақшамызды жоғалтып алғаннан кейін осы білім жолына кірістім. Енді бұны түсіну керек дедік. Бұны қалай істейтінін үйренейік деп. Сосын әртүрлі тренингтерге барамын. MBA курсын бітірдім, сосын мастер бизнес администрирование дейді ғой, сол MBA-ге қатысып, сосын сол жердегі мықты тренерлермен танысып, соларды әкеліп бастадым Ақтауға. Осы біздің дос кәсіпкерлеріміз бар болатын, солармен бірге давай осы клуб ашайық. Себебі біз Ақтауға көп, Алматыға көп келеді тренерлер. Тренингтер көп болады, Ақтауда болмайды. Шақырсаң көп ақша қаражат кетеді. Алып келдір, оның перелет, авиа билетінің өзі өте қымбатқа шығады. Сол себепті біз кәсіпкерлермен біріктік. Давай, сенің де қызметшілерің бар, менің де сотрудниктеріміз бар. Давай бір тренер шақырайық та бірге соны өткізейік деп. Осылай бастап кеттік. Өте керемет нәтижесін берді. Сол MBA-де алған білімдерімізбен келіп айтады ғой, білімді ең есте сақтаудың жақсы жолы біреумен бөлісу дейді да. Біреумен бөліскен кезде өзіңіз тағы да тереңірек түсініп бастайсыз. Соны курсқа барып келеміз, келіп жаңағы кәсіпкерлермен бөлісеміз. Сосын осыны бәріміз қолданып бастаймыз. Бір-бірімізге жаңағы өрте дамытатын программалар бар. Сол кәсіпкердің біз 36 курс, 700-ге жуық кітапты шығардық.
жоқ бизнесқа, бұлардың бәрін біздің өзіміздің оқып енгізген кітаптарымыз және барып қатысқан курстарымыз именно мына мықты деген тренерлер әр сала бойынша. Жаңа айтады ғой, кәсіпкер как автомат калашников болу керек дейді да, ол суықта да, қарда да, ысыда да, балшықта да барлық жерде жұмыс жасап тұру керек. Сол себепті ол кәсіпкер жан жақты даму керек. Ол адамдармен қарым-қатынас мәселесінде, жұмысшылармен қарым-қатынас мәселесінде, стратегия, операционный производство, маркетинг, коммуникация, там кайдзен, басқа қаншама үйренетін навыктар бар. Одан бөлек қазір мына SMM, өзің курс жүргізу, мына Instagram жүргізу, өзіңде жаңағы селф брендинг мәселесі бар. Қаншама, например, кәсіпкер қазір өте өзінің бойында қаншама комплекстарын жеңу керек. Театральный курстар бола ма, там басқа да жаңағы ораторский искусство сияқты қаншама курстар бар, бәріне өтіп шығу керек. Біз жаңағы баяғы китайский кинодағы жаңағы 33 ступени шаолиня деген сияқты кәсіпкердің даму стратегиясын құрастырғанбыз. Осылай сен на курсқа барасың бірінші, одан кейін мына кітапты оқисың, оны енгізесің деп осындай біз жолын жасағанбыз. Бірақ аллаға шүкір, сол осының нәтижесінде біраз кәсіпкерлер, мына 10 шақты кәсіпкер Қазақстан нарығы бойынша масштаб болды. Сол баяғы Ақтауда кішкентай өзім сияқты істеп жүрген кәсіпкерлер қазір беделді бизнесмендер, уже үлкен бизнесмендер қазір олар. Бұл клубқа компанияға айналып кетті олар. Бұл клубқа жалпы кез келген қаладан барып мүше болуға болады, иә? Жоқ, әлде ол жерде белгілі бір немен қалайсыздар ма? Иә, әрине, біздің өзіміздің егер клубқа қатысқысы келетін адамды бірінші бір 3 тренингке жібереміз оны. Біріншіден қатысып кел. Себебі біздің қазақтың жігіттеріне өкінішке орай кітап оқы деген затты түсіндіру өте қиын. Өте дұрыс айтасыз. Осыны жақсы түсіндіретін тренингтер бар. Сол грязный жұмыс дейміз ғой, осындай ауыр жұмысты біз соларға тапсырамыз. Сен барып өтіп кел, не үшін деп әңгіме айтты бізге келгеннен кейін. Ол курстарды бітіріп келгеннен кәсіпкер уже дамуға дайын тұрады, ізденіп тұрады. Оның ішінде спрос пайда болады, ішінде мотивациясы ашылады. Мен де үлкен кәсіпкер құрайын. Жаңа первый парень деревня деген не бар? Біздің тренеріміз Жексен Васильевич айтатын. Жаңа адамдар көп бой ауылдан шықпай жүре берсе, ол ауылда өзін біріншімін деп санап жүреді да. Бірақ қайдан білсін, ол жаңа Қазақстан деңгейінде қараса вообще өте кішкентай екен. Бірақ ана тастарында, достарының қасында ол сәл жақсы болса, ол соған масаттанып уақытын бәрін жіберіп алады. Әрі қарай дамымай тоқтап қалады. Сол себепті бір-бірімізді әрқашан итермелеп жүру үшін осындай кәсіпкерге орта болған жақсы, ақылдасатын, сен жұмысшыңа қанша зарплата беріп жатсың, оған қандай бонусный программа жасадың, сен бухгалтерді қалай тексересің, қанша зарплата беруге болады ол бухгалтерге, менен мынау 500 мың сұрап тұр, ол дұрыс па, ол бухгалтер туралы не білесіңдер? Мәселе өте көп. Маркетингті қалай запускать, дизайнер қайда бар, таргет запускать ететін адам бар ма, өте сұрақтар көп кәсіпкерде. И оны бәрін, когда сізде осындай сообщество бар кезде, ол обязательно ішіндегі бір адам оны өткен болады. Обязательно біреу таниды, оны біледі, тәжірибесімен жол көрсетеді, болмаса қай жақтан табуға болатынын айтады. Сол жағынан ол өте көп кәсіпкерлерге қатты көмектесті. Қазір де көмегін тигізіп жатыр. Енді мына атадан мирас деген қорыңыз бар екен, да? Башша жап-жас біраз тірліктерді бітіріп жатыр екенсіз. Сондай қордың негізін қалаушы, оның мақсаты қандай енді? Қазір қор көп қой өзі, мен мақсаты қандай деп сұрайын да мен бірден. Енді қордың мақсаты бұл адамдарға мост болу, көмектесуін дұрыстау. Біз енді жаңа кәсіпкерді айтып жатырсыз ғой, кімдерді қабылдайсыз деп. Қандай клубқа. Бізде сұрақ болды, кімдерді қабылдаймыз? Біз не үшін көмектесуіміз керек? Именно осы кәсіпкерге не үшін біз оған көмектесуіміз керек дедік. Енді бір жағынан біз ойлаймыз, берілген садаққа ол біз келе жатқан бәленің алдына болады дейді, рызықтың көбеюіне себепші болады дейді. Кәсіпкер әрқашан садаққа жасап отыру керек. Енді осыны жүйелі түрде жасаған өте жақсы. Біз басында енді барып, жаңағыдай үйлерге барып, жаңағы супермаркеттен продукт алып, пакетке салып, осындай 4-5 жігіт топ тартып көрдік бірінші. Сосын айтып, бұны енді давай жүйелі түрде жасайық. Бұл фонд жасайды бұндай жұмысты. Әр заттың біз өзінің бір жолы бар ғой, жасау керек. Осындай бір фонд ашайық, өзіміз қадағалайық, ашық болсын, барлығы прозрачный болсын, түскен ақша көрініп тұрсын, бәрі сайтында көрініп тұрады, түскен ақшалар сол күні көрініп тұрады, қанша ақша бар, қай бағыттарға қандай ақша кетті. То есть бұл сол клубқа мына кәсіпкер, біз оны дамытамыз, бірақ ол қоғамға пайда беру керек деген бір идея болды. Бұндай кәсіпкерлерді дамытамыз, олар есесіне қоғамға пайда келу керек. Біз енді біраз 10 жылдан астам болды ол фондтың құрылғанына, жыл сайын жақсы жұмыс жасап келатыр. 400-ден астам отбасыға мектепке қажеттерін жылына бір 4-5 рет жаңағыдай продукт тарату, азық-түлік тарату сияқты көп, жаңа кейбір жерлер точно көмек береміз, енді обращаться етіп жатса. Сондай жақсылықтар жасаймыз. Бұл жерде көп, бұл фондтың ішінде тек қана мен емес, бұл біраз Ақтаудың белсенді
кәсіпкерлері, қоғам мүшелері, блогерлері да бар. Олар өздері біргелікте осы фондтың жұмысын жариялап отырады, сбор тағы басқа болатын кезде бәрін шақырады. Сөйтіп біздің бұл Ақтау қаласындағы осы мына халық болып жасайтын бір қорымызға айналды. Негізгі бір қорлардың біріне айналды. Сәттілік тілеймін, керемет. Рахмет. Уақытта өзінің аясынан сәл жақындап қалған екен. Енді осы орайда осы жерде өзінің кәсібін бастағысы келетін менің оқырмандарыма айтатын тілегіңіз, жалпы кеңесіңіз, сөздің соңында сіздің жаңа айтасыз, біздің мынада Сарканай онлайн білім деп екінші парақшадан шығып отырғанымызда бізде үлкен сабақтар өтіп тұрады осы жерде. Жаңа сіз айтпақшы, біздің сабақтар қазір небір сабақ болып кетті ғой өзі. Ондай бір жүйесіз дүние емес, жаңа тура сіз атап өткен SMM маман, бүкіл кәсіп бастау үшін көп жан-жақты болу керексің сен. Ол бір кәсіп бастайды екен, ой бүгін ақшаны салдым, бітті, ертең мен осыны шығарып алуым керек дейді дүние емес. Дұрыс айтасыз, ораторлық дүние, дикция, оның ішінде SMM маман, таргеттолог, оның барлығы осы бір жүйеге кіреді, Сондай бір үлкен жандардың басын біріктіріп, сондай саланы оқытып тұрамыз бізде. Енді осы жерде әңгімеңіз өте тұшымды болды. Менің де өзім тұрақты оқырмандарым қарап отыр. Соларға қандай бір ақыл кеңесіңізді айтсаңыз, Жалғас мырзамен осындай Сара екеуінің арасында осындай бір керемет сұхбат болып еді, осындай айтып еді деген секілді айта жүрсін. Мен ойлаймын, енді біздің қазақтарға соның ішінде бір алдында үлкен бір болашақ күтіп тұр. Себебі соңғы кезде Мәшһүр бабамыздың көп жазбалары шығып жатыр ғой. Мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтып кеткені бар: адамзатта болмаған алтын заман келе жатыр Алладан алаш қабыл деп. Алдымызда өте сондай бабамыздың айтып кеткен бір үлкен бір алтын заман келе жатыр. Бұл дегеніміз біздің қазақтың мәдениеті, біздің отбасылық құндылықтарымыз, бала тәрбиесінде құндылықтарымыз, адамдармен қарым-қатынас мәселесінде құндылықтарымыз, бұл негізі кәсіптің бір берекесінің себептері. Біз ойлаймын, егер біз үлкен мақсат қоятын болсақ, әлемдік нарыққа шығатын болсақ, өзімізді ешкімнен кем санамай, өз тұғырымызға отыра білсек, өз орнымызды түсінсек, ол кезде біз ойлаймын бір өте үлкен мемлекетке айналамыз. Соның ішінде ол мемлекетпен оны ұлы қылатын да оның ішіндегі осы кәсіпкерлері, оның халқы. Мен айтар едім, бір уақытты жоғалтпай үлкен мақсатқа ұмтылу керек деп. Үлкен мақсатқа, оның бәрі мүмкін қазір. Жаңа қорқыныштарды барлығын былай болған жақсы, қорқыныштың рисктердің алдын алуға көмектеседі, но бірақ бізді үлкен мақсатқа ұмтылуды тежемеу керек. Енді ризықты беретін Аллах қой, нәтиже Аллахтан, бізден іс-әрекет. Олай болатын болса, кіші нәтижені де беретін Аллах, үлкен нәтижені де беретін Аллах. Оған үлкен кіші разница жоқ, біздің талабымыз қандай. Егер біз осында үлкен мақсатты қоя алсақ, осы мен армандаймын, осы біздің кәсіпкерлер, біздің осы кәсіппен айналысып жүргендер, себебі студенттеріміз шығып жатыр, көріп жатырмыз, спортсмендеріміз чемпион болып жатыр әлемдік деңгейде. Енді мына кәсіпкерлердің уақыты келе жатыр деп ойлаймын, енді осындай әлемдік деңгейде чемпион болып жататын әр салада. Енді IT саласында жақсы нәтиже көрсетіп жатқан бауырларымыз бар. Енді мен ойлаймын, осы біз мына кәсіпкерлер үлкен мақсат қойса екен деп та. Тек қана ауылында, өзінің қаласында жүру емес, оны әрі қарай. Ол үшін не? Әрине біз ол үшін жаңағыдай игі бір миссия керек деп ойлаймын. Осы елімізді жақсарту, көп адамға пайда әкелу үшін көп қаражат керек. Көп үлкен кәсіпкер болған сайын, бай болған сайын көп пайда жасай алады ол халқына. Көп деген игі істер жасай алады. Сол арқылы Аллахтың ризашылығына кенелуге болады. Сол себепті если кәсіппен айналыстым десең, онда, пожалуйста, үлкен мақсат қой. Жетерсің, жетпейсің, ниетіңе қарай Алла тағала берер деп ойлаймын. Керемет айтылды деп жатыр. Алла разы болсын сізге. Рахмет сізге де. Қазір мен осы жаңағы сұхбатымызды өзімнің парақшамда, үлкен парақшаға да жарнамалап қояйын деп тұрмын. Өйткені көптеген қазақтың жігіттері көрсін. Қазақтың жігіттері болмайтын ирелеңдеп тиктокқа билеп, болмайтын бір әндер айтып жүргенше осындай бір келелі кеңестер тыңдасын осындай азаматтардан. Сіңізге Алла береке берсін. Тек қана саттықтың құшағында жүріңіз. Амин. Рахмет көп. Сау болыңыз.